Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен 5 бармақтың қамырын дайындайтын боламыз. Мен алдын ала дайындап алдым. 200 мг сорпаға 200 мг су қосып араластырып, тұзын салып аласыздар. Содан соң 2 жұмыртқаны қосып, үстіне суын құйып, тағы да жақсылап араластырып, қатты қамыр илейсіздер. Мен ұнды осылай шетінен қосып отырам. Осында қалың қамыр шығады, қолға жабыспайтын қатты. Соны тындыруға жарты сағатқа қойып қоямыз. Жұқа қылып жайып, осынша көлемде жаямыз, кейін қылып. Сонымен кесеміз, қамырымыз дайын.